Сәлеметсіздер ме студенттер? Алғашқы сусынын дайындау әдісі тақырыбында өндірістік тәжірибе. Мақсаты уыттан барынша экстракты алу. Алғашқы сусынын дайындау біздің колледжімізде 50 литрлік заторлық аппарат және фильтрлік шам орналасқан. Құрылысына келсек, бұл тот баспайтын, жейдесі бар, түбі тегіс, ауа шығаратын трубасы бар. Ішінде араластырғыш орналасқан және су кіргізетін және суды айдайтын крандар орналасқан. Фильтрлік шаңға келсек, біздің шанымыз астында ситалар орналасқан фильтрация үшін және ортасында араластырғыш орналасқан. Зертханалық жағдайға келсек, бізде құрал жабдықтардан бұл таразы, электрлік пеш, зертханалық ыдыстар, иод, ареометр, температура өлшеуіш және шикізаттарға тоқталсақ, бізде ең алғашқы бұл су, уыт, ұнтақталған уыт. Уытқа келсек, біз алғашқы сусын дайындау үшін уытты мынандай күйінде қолданамыз. Себебі майда болса, ол фильтрация кедергі көрсетеді. Алғашқы сусын дайындау үшін біз колбаны алып, пешке қойып, оған 500 мм су құямыз. Судың температурасы 20-дан жоғары болу керек. Сонымен қатар бос ыдысты өлшеп 10 грамм болды. Оған ұнтақталған уытты қосамыз. Оның салмағы 50 граммдай болады. 50 грамм ұнтақталған уытты алып, мына суымызға қосамыз. Суға қосқан соң иркелестіру процесі жүргізіледі. Иркелестірудің мақсаты уыттан ерігіш заттарын экстрагирлеу және ферменттердің әсерінен ерімейтін заттардың көп мөлшерін еритін заттарға айналдыру. Иркелестіру кезінде ерітіндіге айналған заттарды экстракт деп атайды. Иркелестіру процесі 1 сағаттың ішінде бітеді. Сонымен қатар 10-15 минуттың ішінде пешті қосып 50-52 градусқа ақуыз үзілісін жасаймыз. Бұл ерітіндіні қайта-қайта араластырып тұру керек. Және 10 минуттан кейін температурасын бақылауға тиіс. Температурасы 52 градус болу керек. Бұл үзілістің аты ақуыз үзілісі. 10-15 минут ішінде 50-52 градус ақуыз үзіліс өтті. Енді бұл үзілісте 30 минут осындай күйінде тұру керек. 30 минут өткен соң екінші мальтозалық паузаға өтеміз.
Келесі үзіліс мальтозалық. Бұл ерітіндіні 10-30 минутқа 62-63 градусқа дейін қыздырамыз. Және де оны араластырып, заторлау кезінде ферменттер уыттың компоненттерін ыдыратады. Сыраға тек еретін ерігіш заттардан ғана өте алады. Температурасын көрейік. Температурасы 60-тан жоғары градусқа жетті. Сонымен қатар біз мальтозалық паузаны орындадық. Бұны 20 минутқа осылай қойып қоямыз. Экстрактын анықтау үшін ерітіндіні 30 минутқа 70-72 градусқа дейін жеткіземіз. Бұл жерде альфа-амилаза әрекет етеді, крахмалды үлкен фрагменттерге, декстріндерге ұсақтайды. Температураны өлшеп, температурамыз 70-тен аса градус болды. Енді қанттандыру процесін зерттейміз. Қанттандыру процесін жүргізу үшін біз колбадан ерітіндіні Петри табақшасына саламыз. Сол кезде йодпен тексереміз. Йодты тамызып, йодты бір тамшы тамызып, йод және ерітінді қара түс бермесе, заторлау процесі дұрыс жүргізілді деп саналады. Фильтрлік процесті жасау үшін бізге керекті колба және воронка. Воронкаға фильтр қағаздан гофре жасаймыз. Екі бөліп және оны тағы да бөліп, осындай воронка жасап, мына колбаға салып фильтрация жүргіземіз. Бірінші фильтрация өтті, енді мына қалдыққа жылы су құйып, екінші фильтрацияны өткіземіз. Сонымен қатар біздің фильтрлеу процесіміз бітті. Алғашқы сусыламызды алдық, түсі мынандай болып шықты. Астында қалдықтарын бөлек Петри табақшасына салдық. Келесі процесс бізде бұл сусыланы құлмақпен бірге қайнату 2 сағатта және аэрометрмен бірге тығыздығын өлшеу, ол 11 болу керек. Ол келесі тәжірибе сабақта болатын нәрсе. Қош, сау болыңыздар.